ажырасатындар бар. Екеуі жап-жақсы не тілендірткен? Ой, апа, кешегі ұрыс бер жағы. Сіз ұйықтағаннан кейін концерт қойды ғой. Не істерімді білмедім. Бөлмесінің қасынан былай да өтем, былай да өтем. Тып-тыныш жата алмадым. Қайдан жатасың? Масқара ғой. Не деген бітпейтін жанжал? Білмеймін, апа. Әйтеуір ақша туралы айтты. Ол қайдан келген ақша? Түк ұқпадым. Бірақ бір қарасам, Аида холда жатыр екен. Бөлмесіне таңертең ғана барды. Не дейді? Апа, екеуі екі бөлек жатты. Білмеймін. Екеуінің ортасынан қара мысық өтті ме, әлде көз тиді ме? Әйтеуір арты жақсы болса жарар еді. Қартайғанда Зейнепке өленем бе десем, бейнеттен көзім ашылмай-ақ қойды. Іштен шыққан шұбар жыланым. Көнбегенде қайтем. Жомарт пен Әлем үйде ме? Оларды таңертең таңғы астарын беріп шығарып салдым. Айтпақшы, дастархан дайын тұр, апа, шай ішіп кетсеңізші. Рахмет, айналайын, тәбетім жоқ. Кім, Санжар келді ме? Я, ол ада күтіп тұр. Онда мен жұмысқа бара берейін. Ал сен үйде бол, осыларға бас көз бол. Ұқтың ба? Жарайды, апа, уайымдамаңыз. Шығарып салам ғой. Жарайды. Жүріңіз. Шолпан Ахмет қызы, бүгін сондай әдем болып кеттіңіз. Амансың ба, Санжар, қайдағы әдемірек. Дегенмен рахмет. Өзің қалайсың, бала-шаға, үй шаман ба? Бәрі жақсы. Ал енді, кептеліс басталмай тұрып жетіп алайық. Мені күтіп отырған шығар. Уайымдамаңыз, үлгереміз. Рахмет. Ал, бісміллә. Әпке. 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 Мен жұмысқа барайын деп жатырмын. Есікті кілттеп алыңыз. Таңғы ас дайын. Әпке. Ұйқыңыз қатты екен. Әзер ояттың ғой. Қайдағы ұйқы? Мына уайым жатқызбас. Әлемнің әлегі бітпей, маған тыныштық жоқ сияқты. Мен әлемді азамат ретінде сыйлайтынмын. Бірақ сіздің айтқан әңгімеден соң көңілім қалды. Құдай 200 адамға тұрмысқа шығармай аман қалдырды. Сіз бірдеңе біліп айтыпсыз. Бірақ біліп тұрып, мынадай жағдайға тап болғаныңызды түсіне алар емеспін. Әлі мен